Hayırlı kеш, құрметті көрермендер. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Біраз уақыт болды, мен видео салмай кеттім. Бүгінгі салып айтайын деп жатқан тақырыбым өзіміздің істеп жатқан кәдімгі биогумус удобрениесімен кәдімгі өзіміз пайдаланып жеп жатқан қызанақ, помидор, бадыран, картошка деген сияқтыларға түбіне көшетке салып жатырық. Соны бүгін сол тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Олардың түптеріне қалай, қанша мөлшерде салу керек, қанша мөлшерде болу керек, соның бәрін толыққанды айтамыз. Қазіргі жоғарыда айтып кеткен мәселеміз помидорға, картошкаға, бадырандардың түбіне, әрқайсының түбіне шамамен 200 граммдай биогумус салынады. Биогумус ол көлемде салыну себебі ол топырақпен араласады. Егер топырақпен араласпаса, ол биогумус ол көшетті күйдіріп жібереді, яғни өлтіріп жібереді. Сол себепті қазіргі таңда қолданылып жатқан 50-50, 70-30 қып пайдаланады. Ал кейбір мықты өсімдіктерге тек қана биогумусқа отырғызып өсірілген өсімдіктер де болады. Ол әзірге ол тәжірибеден өткен жоқ. Қазіргі біз сіздерге айтайын деп жатқанымыз ол кәдімгі қазір өзіміздің пайдаланып жатқан помидор мен картошканың, бадыранның түбіне қолданылатын биогумус мөлшері. Міне, қазір айтайын деп жатқанымыз помидорлардың түптері. Қазір біз отырғызған. Міне, осы помидорлардың түптеріне біз 200 граммдай биогумус саламыз. Биогумус салған себебіміз бұның өсу қарқынын жылдамдатады. Сосын өнімін тез алуға көмектеседі. Кәдімгі қара топыраққа егілген өнімге қарағанда. Ол тәжірибеден өткен, тексерілген. Ең бастысы бұл жерде мөлшерін сақтап егу керек. Жаңа жоғарыда айтқандай, ең қазір қолданыста жүргені 70-30 риска, жоқ 70-30 емес, 50-50. 50% биогумус, 50% қара топыраққа араластырып егуін салу. Қазіргі тағы бір удобрение ол вермикомпост деген бар. Вермикомпост ол кәдімгі малдың свежий қиыңын күйдіріп, 70 градусқа дейін араластырып, қажетті витаминдерін өнімден араластырып, оны 70 градусқа жеткеннің екінші бетіне аударып, бір ай бойы күйіп әдемі болып шығатын тоже удобрение. Оның мойнында да минералды жерге қажетті фосфорлар, азоттар жетеді оның бойында да. Биогумус сияқты, бірақ биогумус бірінші орында. Соны айта кететін жайт, соны пайдалансаңыздар, жеріміздің нестеп кеткен, мысалға жарылып кеткенін, кеуіп кеткенін, еккен өнімізге пайдасын аз беріп жатқанның шешімі болып табылады олар. Ол тек қана егінге ғана емес, мысалы бау-бақшаға да, үйге гүл отырғызғанға да, егіндікке де пайдалана береді. Любой егіндікке. Тек қана оны сақтайтын жеріңіз мөлшерін ғана сақтап отырсаңыздар болды. Және де каналға тіркеліп комментарий қалдырып кетіңіздер. Сол бойынша сіздермен ақпарат бөлісіп отырамыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, сұрақтар қойып, бір-бірімізге қолдау білдіріп жүре берейік. Назарларыңызға рахмет.